Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз айлан шөп таранның пайдасы. Тарандар тұқымдасынан жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Өсетін орындары Қазақстанның көптеген аймақтарында. Каспий маңы ойпаты, Балқаш, Алакөл ойысы, Түркістан, Жоңғар, Іле-Алатау, Қаратау өңірлері, өзен бойында өседі. Оны сиырдан басқа малдың бәрі жейді. Биіктігі 20-80 см, сабағы тік болады. Қаңдауыр пішіндес жапырағы сабаққа кезек орналасады. Сабағы тік өседі, әрі қысқа, ұштары сүйір, шеттері бүтін. Жоғарғы жағында қара қоңыр дақтары бар. Бұтақтары көп, жапырақтары кездесіп орналасқан. Гүлдері ақ немесе қызғылт түсті, 5 гүл жапырақшадан тұрады. Жапырақтарының қуысынан масақша тәрізденіп шоғырланған. Жемісі жұмыртқа сықылды қара түсті жылтыр жаңғақша. Самалдық шөп өзендердің, арықтардың жағаларында, ылғалды жерлерде, арамшөп ретінде егістік жерлерде өсе береді. Дәрі жасау үшін оның жер бетіндегі бөлігінің жоғарғы жағын гүлденген кезінде жинап алады. Айлан шөп таранның ем болатын аурулары. Қан тоқтататын, несеп айдайтын, іш жүргізетін қасиеттері бар. Дене сыртындағы жаралардың жазылуын тездету үшін май дәрі жасап та пайдаланылады. Етекір көп келгенде, геморрой, жатырдан қан кеткенде оны тоқтату үшін қолданады. Бас ауырғанда кісінің желке тұсына өсімдіктің жас шөбін басуға болады. Әйелдердің ақ етекірінің келуін, бүйректің ауруларынан емдеу үшін де пайдаланылады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.